Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті достар. В общем, ауырып отырмын жостық. Енді білмеймін, енді бүгінгі эфирді көрген шығарсыздар. Көбісі жазып жатыр, біресе сценарий дейді, біресе анау дейді, біресе мынау дейді. Тез үйленіп кетпейсің ба, анау мынау, білмеймін, неше түрлі дүниелерді тыңдап жатырмын, оқып жатырмын. Білмеймін, енді қазіргі заманда білесіздер, үйлену деген нәрсе оңай емес та. Көріп жатсыздар, екінің бірі ажырасып жатыр. Мен соның бәрін көріп тұрып, мен бүйтіп деп үйленіп кету деген нәрсе, ол білмеймін енді. Любой нәрсені ойланып жасау керек, әсіресе жар таңдаған кезде. Әйел адамдар тоже жар таңдаған кезде. Сол үшін ондай әңгіме керек емес негізі. Дос болсын, енді аламызбен сторисқа бірдеңе салсақ, елдер жазып отырған. Үйте бермеңдер, көрсетуім. Баяғыда біздің кезімізде апалар айтатын, аталар айтатын, айналайын, білмеймін, бірінші рет әке боладығым. Мен білмеймін, ол қалай, білмеймін. Ұнайды, жақсы көріп тұрасың, сүйгің келеді, ескейін келеді, оны видео түсіргің келеді, ұнайды да, ұнап тұр да қазір. Оны түсініп, непонятно не дейді ондай, ощущение, кайфовое ощущение, ескесең, кайф прям, дым қызық емес сияқты сондай. Салсаң, нафиг салдың дейді, үйтпе дейді, анандай бірдеңе. Окей, сіздер сияқты бізде опытны боламыз, современен да, енді сендер сияқты білмеймін, адам баласы туыласа әкеші өкет дейді ғой, не шели ондайсыңдар, ебі современен үйренеміз, не болды сендер, ұмыт қалдыңдар ма, қалай болды сендерді біріншісі? Бәрібір аспаннан түскен тілей сияқты, бірден әке болды, бірден шеше болып кеткен адам сияқты, бәріміз жаймен үйренеміз, андай керек емес қой, шли это гостить беруші, типа это не надо, вот это нельзя, вот это так нельзя. Окей, біздегі ата-анамыз бар, айтап, былай істемеңдер, былай істемеңдер. Енді білмеймін, қалай түсірген, қалай жеткізген деген сияқты. Күндеріңізге сәттілік, күндеріңіз жарқын болсын, істеріңізге береке берсін. Кеше жаңбыр жауып, қарасаңыздар сына кірді. Ойбоо. И сонымен қазір барып сыртын бір шай болу керек болып тұр. Негізі кеше ғана машинамды жуған болатынмын. И бензин деген уже тақалып тұр екен. Қазір барып бензин құю керек и бір шай жүру керек машинаны. Потом эфирдамыз. Қазір отымдымын. Бала күнмен түнді ауыстырып алдым екен деп. Шынымды кетті. Айғайдадым соңында. Енді жатыр. Күнде үйстеп отырасың. Негізінде вообще жыламайды мүлдем. Мүлдем жыламайды. Қарын тойса жатып ұйықтай береді. Бірақ түнде білмеймін. Прям басқа жырлайды. Ішін ұрсаң көп деп тұрады. Білмеймін, даже не істерім. Сегізге дейін мазасызданып, енді жатты. Мен миым дұрыс болмай жатыр, жылап та алдым, күліп те алдым.